Ағаларымыз Насылдың 9 мамыр аза тұту күні, батырлардың рухтарына тағзым жасау күні. Шырақ жағып атамды, нағашы атамды еске алдым. Жатқан жері жарылып, топырағы торқа жанын жай тапсын. Өмір Рейхстагқа ту тігіп, Берлиннен Кремльге, Қызыл алаңға келіп, Қызыл алаңнан елге аман есен оралып, апама үйленіп, анамды дүние әкеп, әкем о кезде жетім қалған тұғын. Апамның арқасында балалар үйіне өткізіп, Сарыағаштағы детдом сояқтан Айбергеновтерден сабақ алып, әкем тағы бауырларын, әпкесін Спатаевқа оқытып, Шымкент қаласында бәрін, жетім жесірдің бәрін жетім жесірге көмектесіп, кейін елге келіп, мұғалімдік оқып, мұғалім болып, мектеп салып, оңтүстікте қанша мектептер оқымай, о кезде де енді бәрі оқымысты болды дейсіздер ма? О кезде де оқымаймын, жасы небір сұлтандар, сол Рахманов ағай сияқты апам жаңағыдай көйлекті киім тігіп беріп, атам кешкі мектептер ашып, сол оқымағандарды кешкі мектепте ең болмаса өз есімін жаза алсын, хат танысын деп қанша шәкірт шығарып, енді атам еңбегі елге деген орасан зор. Сондықтан Наташым осы күнге дейін өйстіп отырған, әкеме де істеген жақсылығын, анамды дүниеге келген, өмір бізге дейін келген үшін алғыс білдірем. Мың тағзым рухына. Ұмытпаймыз, әрдайым еске аламыз. Туған күні болсын, қайтқан күні болсын, жасаған еңбектері. Енді білмеймін, қандай рух, қандай аруақ деймін да, кішкентай күнде аштық, анасын бір үзім нан үшін өлтіріп кетті апамды. Әкесі бір молдалық болғанға, бабам бір жындын емдеймін деп одан таяқ жеп, одан өліп, кішкентай бала 11 жасында жетім қалып, вокзалда у кого папа нет, у кого мама нет деп қолын көтеріп, қандай аруақ деймін да, кішкентай баланың бүйтіп сақтап тұр ғой, сонда сөйтіп орысша оқып, ол аштық жылда бермеңгелер соғысқа барып келіп, не деген қиындықтар, не деген апат зұлматтар, бірақ содан тірі қалып,